Армысыздар қазақ елі. Бүгін 3 сәуір. Дулат Ағаділ бауырымыздың кеткеніне, Қандықол қарақшылардың арамыздан жұлып әкеткеніне 40 күн болды. Енді бүгін біз үйіне де жинала алмадық, қабір басына бара алмадық. Барлық амалдарды жасап, құрметтеп, бүгін де бір еске алатын күн еді. Оған мінекей карантин уақыты жалпы тәртіпке бағыну керек, сондықтан жаңа басына бара алмадық. Баршаңызға тағы да көңіл айтамын. Осындай Дулаттай батыр азаматымыздың үлкен армандары орындалмай кеткен. Оған енді барша халық болып жетейік, өйткені ол халыққа керек. Қазір біздің болашағымыз қыл үстінде тұр. Мінекей коронавирус деген тажал. Бұл біздің биліктің жаңағы жасап жатқан зардаптарының үстіне айтады ғой, қырсық бір айналдырса шыр айналдырады. Сол бірінен соң бірі келіп жатқан зауалдар, бұның барлығы біздің немқұрайлылығымыздан, біздің осы салғырттығымыздан, біздің қорқақтығымыздан, ездігімізден болған жағдайлар. Мінекей осы Дулат сияқты асыл азаматымыздан да айырылып қалдық. Ол да халықтың осы бір салғырттығының кесірі. Енді оянатын уақыт туды ағайын. Осындай азаматтарымыздан айырыла беру ертеңгі күні бізді тағы да құрдымға жібереді. Өйткені осыдан 100 жыл бұрын біз алашордашылардан бізді сондай биікке көтеріп, біздің елді асқақтатып, керемет дамыған мемлекеттердің қатарында көрсетеміз, соған жеткіземіз деген ұлы бабаларымыздың, ұлы алашордашыларымыздың баршасы қыршынынан қиылып, біз құрдымға кеткен болатынбыз осыдан 100 жыл бұрын. Енді мінекей екінші кезең туып отыр, тағы да бір кезең туып отыр. Қазір енді қазақ халқы бір жұдырық болып біз бірігуіміз керек. Сондықтан оянайық. Оянсаң да оянбасаң да ендігі артқа шегінетін жол жоқ, таңдайтын жол жоқ. Тек қана бір-ақ бағыт қалды. Не аштан қырыласың, ауруменен топалаңға ұшырайсың, мына ауруменен, болмаса өзіңнің егемендігіңді қайтарып, жағдайымызды жасап, кішкене тынысымызды кеңейтіп, мына ұрлап, қарлап алған ақшаларын қайтарып, әйтеуір елге бір дем беріп, есімізді жиямыз. Осы екі таңдау. Мына Дулат сияқты бауырларымыздың қыршыннан кетуін тоқтату керек. Мына жауыз биліктің жолын қиып, бұны елімізден аластау керек. Бұлар жазаларын тарту керек. Өйткені мінекей Аманбике Хайролла сияқты керемет ол да өзінің көп болмаса да ақтөбеліктердің арасына суырылып алға шыққан белсенді қыз еді, қайсар еді, өзінің айтқанынан қайтпаған. Ол қызды да мінекей қыршынынан қиды, артында 3 баласын жетім қалдырды. Сондай жауыз Дулаттың артында 6 бала қалды. Бұлар ешбір обал сауапқа қарамаған, жаңағы жауыздықтарының шегі жоқ. Сондай ашқарақ, сондай тажал, сондай көздері тоймай қойған жалмауыздар, қаншер, Қандықол қарақшылар. Бұлардан біз құтылу керекпіз ағайын. Екі көзі топырақ қана толтырады, бір уыс топырақ толтырады. Әйтпесе дүние толтырмайды, ешқашан толмайды ол дүние. Бұл атам заманнан келе жатқан қағида. Бұлардың да араны әбден ашылды. Мінекей бүкіл халықты, Қазақстан еліндегі бүкіл халықты табан астына салды. Әлі күнге дейін көмектесіп отқан жоқ. Қытайдан келіп жатқан мынау көмектерден сақ болыңыздар. Оның ішінде олар Қытайдан ешқандай жақсылық болмайтынын ұғатын уақыт болды. Оның маскасы да, басқасы да аулақ. Өйткені одан өте қауіпті ауру тарауы мүмкін. Бұған дейін де мінекей Арал тұздан көрдіңіздер не жағдай болған. Біздің халіміз өте мүшкіл ағайын. Өте мүшкіл. Біз қазір бас көтеруіміз керек, өзімізді қорғау үшін. Бала шағаңызды қорғаңыз, өзіңізді қорғаңыз. Құс екеш, құс та өзінің балапандарын қорғайды ғой. Тырнағын тарбитып келген жыртқыш аңдардан өзінің балапанын қорға болды. Және ұмтылады. Ажалға басты кеді. Қандай аң болсын өзінің ұрпағын қорғайды, өзін қорғайды. Ал біз сол аң құрлы, құс құрлы болмадық ағайын. Есті жинау керек. Енді ашыққанда ғана, ессізденіп қана шығасың ба сонда? Ақыл есіңнен айырылып, аш болып ештеңеге қарамай ұмтылуға ғана, соны ғана күтіп отырмыз ба біз қазір? Біздің ақыл санамыз бар, адамбыз ғой. Ойланайық ағайын. Мінекей асыл азаматтарымыздан айырылдық. Бұл жақсы ма? Осындай Дулат сияқты адамдар, олар аз қазір. Айырыла береміз бе? Аманбике сияқты мысалы. Шырылдап отырған, ұмтылып отырған адамдар аз, белсенділер.
Егер олардан айырылып қалатын болсақ, онда табан астында қаламыз. Мына дүйім бүкіл ел мына табан астында қалды. Сондықтан әркім өзіне есеп беру керек, әркім ойлану керек. Мінекей 40 күн толды Дулат бауырымызға. Дулат не істеді? Әркім өзіне шақтау керек болсын. Қазір батырлықты ояту керек жүректен, батылдықты ояту керек, ақыл сананың таразысына салу керек, бағу керек. Не болып жатыр? Болашағымыз қайда барады? Және содан шешім қабылдап алға ұмтылу керек. Анау әлі күнге дейін сабынсыз жылпыңдаған оңбағандар, ақындар, жазушылар, әншілер, бүкіл бетке ұстарлар әлі күнге дейін сол үкіметтің шашбауын көтеріп отырсыңдар. Мен көрмей отырмын осындай ел үшін шырылдаған, өзі үшін шырылдаған адамды. Байлықты алып басқа жерге қашып кетерсің, бірақ сен ендігі адам ретінде сен уже ендігі өзіңді санамай-ақ қоюың керек онда. Менің ақшам бар, ертеңгі күні әйтеуір қашып құтылсам да аман қалармын деген оймен жүрген пасықтар болса, онда сен не қазақ емессің, не отаның жоқ сенің. Сен бір қаңғыбассың онда. Ағайын, осындай азаматтарымыздан айырылып қала беруде тоқтатайық. Өз басымызға төнген нәубеттің бетін қайтарайық. Осы 40 күн ішінде ой толғап, ойланып, шерленіп, бір түйінге келетіндей болдық ағайын. Сондықтан ертеңгі күнде бір жұдырық болайық. Менің айтарым осы. Дулат бауырым жатқан жері жарық болсын, топырағы торқа болсын. Ол көрмеген қызықты ұрпақтары көріп, барша қазақ елі жақсылыққа жетсін. Бір болайық ағайын.